Жаңа конституция құқық пен әлеуметтік дамудың кепілі дедік. Яғни бізбен дәл қазір тікелей байланысты осы тақырыпты өрбітуге Ақмарал Палмаханова ханым қосылады, яғни Астана қаласы адвокаттар алқасының мүшесі. Сәлеметсіздер ме? Ақмарал ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн. Мереке құтты болсын. Рахмет. Өздеріңізге де. Сіз камераға тіке қарап отырсаңыз? Жақсы, рахмет. Жаңа ғана естіп жатырсыз, тұрғындар, жалпы халық та өзінің пікірін біліп жатыр. Осы жаңа редакция жобасын, яғни жаңа конституция жобасын біз жан-жақты талқылап жатырмыз. Енді осы ретте сіздің де пікіріңізді білсек деген мақсатта хабарласып отырмыз. Енді сіз қалай ойлайсыз, жаңа конституцияда азаматтардың мемлекеттік шешімдеріне ықпал ету мүмкіндіктері қалай кеңейеді? Енді бұл жөнінде айта кететін болсақ, бұл азаматтардың сайлау арқылы өздерінің және сайлау арқылы және сайлану құқығы қарастырылған жаңа редакцияда. Сонымен қатар мемлекеттік органдарға өтініштер мен ұсыныстар жолдау, қандай да бір бейбіт жиналыстарын, митингтер өткізу, сөз бостандығы және бақ өкілдері арқылы пікір білдіру, онымен қоса жаңа қоғамдық бірлестіктер құру және оларға қатысу құқығы қарастырылған. Яғни енді мына жаңа конституциялық өзгерістерден кейін қоғамның мемлекеттік басқаруға араласу мүмкіндіктері кеңейтілген. Кеңейтілген сол жағынан. Енді әрбір азамат қандай да бір мемлекеттік органдарда немесе біздің заңға сәйкес өзгерістер енгізетін болса, ол бойынша міндетті түрде референдум арқылы, дауыс беру арқылы өз келісімдерін немесе қарсылықтарын білдіре алады. Сонымен қатар жаңағы қоғамдық жұмыстардың кеңесіне қатысу, қоғамдық тыңдаулар, петициялар, өтініштер білдіру, сондай сияқты өздерінің жаңа бұқаралық ақпараттар арқылы пікір білдіру, немесе өздерінің әлеуметтік желілерде пікір білдіру құқықтары белгіленген. Жақсы, енді өзіңіз мына петиция жайында айтып жатырсыз ғой, енді осы ретте мына қоғамдық тыңдаулар, петициялық институттар деп жатырмыз, енді осы жерде қоғамдық бақылаудың рөліне де бір өзіңіз толығырақ тоқталып өтсеңіз, қаншалықты қарастырылған? Бұл да көптеген жаңағы өзгерістер алып келуі мүмкін. Петициялар арқылы, мысалға, кезінде осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты көптеген әйелдердің құқығын қорғау мақсатында осыған заңға өзгеріс енгізу жөнінде петициялар, өтініштер білдірілген болатын. Соның нәтижесінде осы заңға қазір толықтай өзгерістер енгізіліп, әйел азаматтарының құқықтары толық қорғалатындай заңдар қосымша жаңағы өзгертілген. Сондықтан да менің ойымша, әрбір азамат өзінің мемлекеттің қандай да бір өзгерістеріне, жаңа бағыттарына қатысты өз дауысын беруге, өзінің құқықтарын білдіруге, келісім беруге немесе бас тартуға мүмкіндіктері кеңейтіліп, ол қарастырылған. Енді бұл жаңа конституциялық реформаларға тоқталатын болсақ, енді бұл жалпы заманды, адамдық қоғамды, азаматтық қоғамды дамытуға қаншалықты әсер етеді деп күтілуде? Енді бұл алдағы уақытта тек тәжірибе негізінде ғана біліне бастайды. Негізі заңда, жаңа конституцияда көптеген адам құқықтары мен бостандықтарына қатысты көп назар аударылып, осыған үлкен өзгерістер енгізіліп, кеңейтілген ауқымды жаңа құқықтарына қатысты. Барлық өзгерістер тек тәжірибе жүзінде ғана қолданысқа енгізілгеннен кейін оның оңтайлы болатын немесе кері күші болатындығын біз байқауымызға мүмкіндік береді. Жақсы, Ақмарал ханым, сұхбатыңызға рахмет. Сау болыңыз, біз жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сау болыңыз.